Біз қашанда Алла Тағаланың жәрдемінен, мейірімінен үміттіміз. Біз құлшылық жасағанда Алланың разылығы үшін жасаймыз. Оны қабыл алу, алмау тек Алла Тағаланың құзырында. Сол сияқты жасаған күнәларымыз үшін Алладан кешірім сұраймыз. Бұл да оның қалауымен болатын нәрсе. Ол біздің күнәларымызды кешіруге уәде беруші. Ал Алла сіздің күнәңізді кешіргенін қалай білуге болады? Тәубе еткен адам күнә жасамаған адаммен тең. Жер бетінде 7 миллиард адам бар десек, әр қайсының әртүрлі деңгейде кішігірім үлкен жасаған күнәлары бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде: егер сендер күнә істемесеңдер, Алла сендерді жоқ етіп, күнә істейтін әрі оған тәубе ететін қауымды жарататын еді, деген болатын. Күнә жасаған жүректен Алладан кешірім сұрап, тәубе келген жүрек жақсырақ. Аса мейірімді Алла тәубе етушінің тәубесін әр қашан және әр уақытта қабылдайды. Сондықтан ешкім күнәлары қандай үлкен болса да, тәубе ету мүмкіншілігін назарсыз қалдырмасын. Өйткені Алла Тағала былай дейді: әй менің өздеріне зұлымдық жасаған құлдарым, Алланың мейірімінен күдер үзбеңдер. Шын мәнінде Алла күнәларды толығымен кешіреді. Өйткені ол аса кешірімді, мейірімді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам күнәсі үшін тәубе еткен адам күнә жасамаған адаммен тең деді. Сондықтан да адам Алланың мейірімінен күдер үзбеу және күнәлары мен айыптарының көп екенін әрі олардан құтыла алмайтынын сылтауратып, мойынсұнбаушылықтары мен күнәларын жалғастырып, мейірімді Раббысын ызаландырмауы қажет. Алладан кешірім сұрап, тәубе етуші адамның ризығы артып, дүниесіне береке бітеді. Әрі ол адамның перзенті болмаса, Алла оған перзент береді. Бірде Хасан әл-Басриге, Алла оған разы болсын, бір диқан келіп, жерінің құнарсыз әрі өнімсіздігіне шағымданады. Сонда ол кісі Алладан кешірім сұра деп насихат айтады. Келесі кісі өзінің кедейлігін айтып шағымданады. Хасан әл-Басри оған да Алладан кешірім сұра дейді. Үшінші кісі өзінің перзентсіз екенін айтып шағым түсіреді. Сонда ғалым оған да Алладан кешірім сұра дейді. Және артынан Нух сүресінің мына аяттарын оқиды: өздеріңнің Раббыңнан кешірім тілеңдер, өйткені ол көп кешіруші, ғаффар. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр береді. Сендерді мал-мүліктеріңмен және перзенттерімен қолдайды. Кімде-кім тәубе етсе, жамандықтарын жақсылықтарға ауыстырады. Алла Тағала мені кешірмейді деп үмітсіздікке босқа бой алдырмаңыз. Алла Тағала сабырлық сақтап, өзінен үміт үзбеген құлдарын жақсы көреді. Себебі Алла көп нәрсе кешірім етеді. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, мына бір жүрек сыздатар оқиғаны жеткізген. Бір күні жаныма бір әйел келді. Сөйтті де: мен зина күнәсін жасадым. Одан туған баланы өлтіріп тастадым. Енді мен үшін тәубе етуге мүмкіндік бар ма, дейді. Мен күнәнің ауырлығына қарап: жоқ, сенің тәубең енді қабыл болмайды, дедім. Әлгі әйел: әй сорлы басым-ай, сонда менің шынында да тозаққа күйу үшін жаралғаным ба, деп еңкілдеп жылап қоя берді. Жылап үйіне қайтты. Ертесіне болған жайдың бәрін Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға түгел жеткіздім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабағын шытып: сен не істеп қойғаныңды білесің бе? Сен Құрандағы мұны аятты оқып жүрген жоқсың ба, деп Фурқан сүресінің мұны аяттарын оқып берді. Кімде-кім тәубе етсе, сондай-ақ кім иман келтіріп ізгі іс істесе, міне Алла олардың жамандықтарын жақсылықтарға ауыстырады. Алла өте жарылқаушы, өте мейірімді. Кімде-кім тәубе етіп түзу іс істесе, рас ол
Аллаға лайықты түрде қайтқан болады. Мен дереу әлгі әйелді тауып алып, осы аятты оқып бердім. Әйел, маған шығатын қақпаны көрсетіп берген Аллаға шүкір, деп сәждеге бас қойды. Міне бұл оқиға ислам дінінде Алладан кешірім тілеп, тәубеге келудің қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Құранда ол құлдарының тәубесін қабыл етеді де, күнәларын кешіреді, әрі не істегеніңді біледі, деп баян еткен. Сіздің адамдарға жасаған жақсылығыңызды да, зұлымдықтарыңызды да Алла тағала біледі. Біз қандай сөз айтсақ та, қандай бұрыс амал жасасақ та, ертең оның алдында сұраламыз. Еш нәрсе сұраусыз қалмайды. Алайда жасаған күнәларыңыз үшін дер кезінде тәубеңізге келіп, Алла тағаладан кешірім сұрай біліңіз. Көбірек Аллаға тәубе етіңіз. Біз күн сайын Алладан бір емес, 1000 рет кешірім тілеуге мәжбүрміз. Алла тағала бізді өзінің кешірген құлдарынан қабыл болуды нәсіп еткей. Әмин.